Сәлем оқырмандар, бүгін сіздерге оп-оңай рецептпен бөліскім келеді. Сосиска в тесте жасаймыз. Қамыр осылай қытырлап, әдемі дәмді болып шығады. Қанекей менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен таза ыдысқа жылы сүт құйып, қант және тұзын салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң ашытқы қосып, оны да тағы араластырып алу керек. Сұйық май қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнды бөліп салып, алдымен қасықпен, кейін қолдың көмегімен қамырды илеп бастаймыз. Қыздар, керекті заттар, ингредиенттерді осы видео астындағы описание бөлімінде және комментарияға жазып қалдырамын. Егер сізге видео ұнаса, қазақ тілді арнамды қолдап дамуға үлес қоса аласыз. Ол үшін маған тіркеліп, видео ұнаса лайк басыңыз. Дайын болған қамырдың бетін жауып ашытуға демалдырамыз. Міне қамыр көтерілді. Қамырмен жұмысымызды бастау үшін қолды аздаған сұйық маймен майлап алып, ыдыстан қамырды алып, оқтаумен жайып бастаймыз. Және де бөліктерге бөлеміз. Видеода көрсетілгендей етіп бөлінген бөліктерге сосискаларды ораймыз. Осы рецептімен жасап көріңіздер. Қамыр өте жақсы шығады. Артық ұн себусіз-ақ сосискаларды жақсы оңай орап шықтым. Кезекте дайын болған сосиска қосылған орамалардың бетіне жұмыртқаның сарысын әбден араластырып алып, жағып шығамыз. Сонымен дайын болған сосиска в тестелерді пеште 180 градуста шамамен 30-40 минуттай пісіреміз. Жасап көріңіздер, қыздар. Ас болсын сіздермен бірге видеода Дариға. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліңіздер, ұнаса лайк басыңыздар.